Ой, жігіттер, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Мына машина бір жыл бойына дұрыс тартпай келді. Маған келгеннен тартқан жоқ. Простой мотор болып келді. Сосын мен бұны пазик қылып жинадым. Новый поршневой пазик колембол салып тұрып. Машина бәрібір тартпады. Содан биыл кеше аштым. Кеше ашып қарасам, меткі екеуі де келіп тұр. Рассветвал менен екеуі. Сызық менен нөлге. Но все равно машина тартпайды. Содан үйде новый шестеренка бар еді. Соның тісін салыстырсам, өзімнің алып тастаған шестеренкам. Мынаның үстіне осылай қойсам, новый шестернаны үйдегіні. Міне, шпонка келіп тұр екеуі де, асты да үсті де. Турасы. Бірақ тістер келмейді. Міне. Осы екен. Мына шестерна менен, мына шестерна новыйдан әкеліп салып жібердім. Жаңа бір айналып келдім. Машина деген аңып қоя берді. Жолып тұр тек тартқанда. Машиналарын тартпай, бір нәрсе болып жатса, мына шестернаны қараңдар. Мынау менен, мынаның тісі заводской дұрыс болмайды екен. Меткелер дұрыс болмайды. Тіс смещенный ма, сондай бірдеңе ұшым. Мына шпонка келгенімен де келмейді. Бұлай или бұлай. Ұшым дұрыс емес. Міне көріп тұрсыңдар ғой. Мына астындағы шестерна дұрыс шестерна, меткісі бәрі заңды. Мына өзімнің алып тастағаным. Міне көріп тұрсыңдар ма? Тістерінің турасы келмейді. Почти бір зубқа. 11-ші зубқа да көрдім салып. Мына өзімдікін бәрібір бесполезно, одан ештеңе өзгермеді. Ең соңында новый шестерна келіп салып жібердім магазиннен. Мынанды. Машина деген ағып қоя берді. Осыны жинарда келесіде қолдан келген шын новыйына келіп салған жақсы екен екеуінде. Заводской болады екен бірақ. Вот солай жігіттер. Осы жағдай мені бір жылда өреледі. Бұл шестернадан деп ойлағаным жоқ ма осы жерге дейін. Шестернадан болады деп. Меткіге әкеліп қоясың, бәрібір бесполезно. Вот алады, но бірақ полный оборот ала алмайды машина деген большойдан. Причина табылды міне. Осы екі шестернадан болып шықты. Мынау да дұрыс болмады. Магазиндегімен салыстырғанда үстіне қойып. Мынау да дұрыс болмады. Осы екі шестернаны жаңалап жібердім. Машина ағып қоя берді. Соны ойларсыңдар.